Жігіттер, басты кетірмең, серьезно айтайын бар ғой. Мен компьютеріне көп ойнау, қыдыру, мұдыру дейтін бір харам болмайды деп атқан жоқпын, дұрыстап тыңдаң. Сосын ол маған жақ нәрсе конкретно. Айғырларға, еркектерге таза кәдімгідей мужиктердің тірлігі емес ол. Білмеймін енді. Көбісі айтып отыр, братан, осыншама ақша табасың, Турция, Шмурция, Дубайға барып қыдырып қайтпайсың ба дейтін дейді. Мен білмейді екенмін, мен мамам мен папам бір Дубайда қыдырғаным да. Базар жоқ, мынандай нәрсені ұстансаңдар сол жақсы да. Мен қазір жаспын ғой, сендер де жассыңдар. Ол жастық шағында дұрыстап пайдаланып, еңбекқорлықпен ақша тауып, жетістікке жетіп барсан екен ау да. А сен мамаң үйде отыр да, бүйтіп сен үшін дұға қылып, тағы да ескертіп кетейін. Әкең отыр шал болып. Үйде де не сен балдарыңды бағып, немерелеріңді бағып, сен жүрсің да, қатыңмен қыдырып та. Олай емес. Білмеймін, біздің контент жұмыс жасайды, бақат етеді. Әке-шешесін Дубайға жібереді. Или қарындастарын, жеңгелерің дейміз, анау дейміз. Содан кейін мені өскесін, әке-шешең анау дейді. Құттайында әке-шешең қандай қызмет етсең, өскесін саған бала-шағаң сондай қызмет етеді дейді ғой. Елуге толай, 60-қа толай, мен бала-шағам маған сондай құрмет көрсетеді. Ерін содан кейін барып мен қыдырам ба, қыдырмайым ба, ары қарай өзім білем. Констрайк ойнайын ба, содан кейін өмірдің ләззатын табам да. Бірақ қазіргі таңда Counter-Strike ойнау, еркекске бір жақ нәрсе конкретно дейін бар ғой. Содан кейін жаңа дейді, таңертең сутечком, бадричком айтудың орнына, ажан-акана дейді, айтудың орнына, дейді, аяттан бастамайсың ба, дейді, хадистен бастамайсың ба. Жігіттер, мен дін танушы адам емеспін, тағы айтайын. Намаз оқығанмен, мен тек қана базовый нәрселерді білемін. Базовый нәрсе деген не? Онмен жеу, намаз оқу, енді әр қазақтың парызы ғой, мұсылманның парызы 5 уақыт жаңағы қажылыққа бару, ораза ұстау. Мен терең нәрселерді білмеймін. Мен бір аят айтып, ал жігіттер, бүгінгі аятымыз осымен. Мен дін танушы адамым ба? Хадисте келген ғой. Бір кісі, егер де бір адам, ол дін дейтін терең нәрсе, қателесіп кетсең, ол опасно. Айтады Алла Тағала. Бір адам дейді, Алла Тағала туралы бір не то аят айтып қойса, Алла Тағала сол сөзден ашуланып, оны мәңгі тозаққа кіргізіп кетуі мүмкін дейді. Бір кісі бар дейді, Алла Тағала риза болатын істі айтып, бірақ ол білмей қалып, Алла Тағала сол сөз үшін оны жұмаққа кіргізіп жібереді дейді. Так что мен аят айтатын адам емеспін, Дубай, Шмубай, Турцияға баратын да адам емеспін, данный момент Counter-Strike ойнайтын адам емеспін. Мен ұстанымым сол. 60 жасқа, 70 жасқа дейін бақат етемін, жастарға осында үлгі көрсетемін. Жұмыс жаса, басқа істе, әке-шешеңді қыдырып, содан кейін мен бала-шағам мені қыдыртады деп ойлаймын да. Так что қазын қумаң жігіттер. Армияға барың, басқа зат жасаң, мылтық ұстаңдар, еңбек етіңдер, патриот болыңдар, болды. Лишний әңгіме маған қажет жоқ. Ұнамай ма контенттен Себастьян